екі жұмыртқа тұтынғанда ағзаңызда болатын өте пайдалы 9 өзгерісті білгіңіз келе ме? Онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Осындай қазақ тіліндегі пайдалы кеңестерді көріп, ағзаңыздың ауруға қарсылық қуатын арттырып отырғыңыз келсе, онда міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз және де өз достарыңызбен бөлісіңіз. Бірінші өзгеріс. Ми жасушаларының дұрыс қарым-қатынасын қамтамасыз етіп, мидың жұмыс жасауын жақсартады. Есте сақтау қабілетін арттырып, ағза қоректік заттардың жеткілікті мөлшерде жетуіне күшейтеді. Екінші өзгеріс. Көздің көру қабілетін жақсартып, көзді нұрландырады. Үшінші өзгеріс. Д дәрумені кальцийдің жақсы сіңуіне және адамның сүйегі мен тістерін қатайтуға көмектеседі. Төртінші өзгеріс. Бауырдағы уытты заттарды жоюға ықпал етеді, бауырды қуаттандырады. Бесінші өзгеріс. Ағзадағы холестериннің өздігінен өндірілуін баяулатады, сондай-ақ жұмыртқада жүрек-қан тамыр ауруларының қаупін азайтып, триглицерид мөлшерін төмендетеді. Алтыншы өзгеріс. Американдық ғалымдар таңертеңгі асқа жұмыртқаны бірге қолдану азуды 2 есе жылдамдататындығын зерттеу нәтижесін көрсетті. Мұндай таңғы ас бір күнде тұтынатын тағам көлемін азайтуға мүмкіндік беріп, ұзақ мерзімге тоқтықты сақтайды. Жетінші өзгеріс. Миға қажетті холинді, сондай-ақ қатерлі ісік ықтималдығын азайтады. Зерттеу қорытындысы бойынша, жеткіншек шақтарында күнделікті тағамға жұмыртқа тұтынған әйелдер арасында 18%-ында сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі төмендеген. Сегізінші өзгеріс. Балалы болуды жоспарлаған кезде пайдалы. Жыныстық гормондарды қалыптастыруға жақсартып, баланың кешуілдеген ақыл-ой психикалық даму қаупін азайтады. Тоғызыншы өзгеріс. Қартаю үдерісі баяулайды. Бұл жөнінде Нидерланд ғалымдарының зерттеулері дәлел болады. 35-тен 40 жас аралығындағы 87% әйелдерде пигмент дақтар жоғалып, тері тартылған, ал еркектердегі көз айналасындағы ұсақ секпілдер айтарлықтай тегістелген. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Қазақ тіліндегі денсаулыққа пайдалы кеңестерді миллиондаған адамдар көріп, өздерінің игіліктеріне жаратқанын қаласаңыз, онда біздің каналға тіркеліңіз. Лайк басыңыз және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілін бірге дамытайық. Көріскенше сау болыңыздар.